Тазалық акциясына жас пен кәрі, қарапайым қала тұрғындарынан бастап мемлекеттік қызметшілер, ардагерлер, зиялы қауым өкілдері, белсенділер қатысты. Мұндағы мақсат қаламыздың тазалығын сақтай отырып, оның көркеюіне үлес қосу. Баршаңызға белгілі, президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы-Тоқаев жалпы Қазақстанда тазалық акциясын ұйымдастырған болатын, тапсырған болатын. Осы акция аясында Түркістан қаласында өздеріңіз белгілі 6 сектор бар. 6 секторлар әр сәрсенбі, сенбі күні сенбіліктер ұйымдастырады. Бұл сенбіліктерге біз 1000-ға жуық адам тартамыз. Бұл жерде тек қана мысалы мемлекеттік мекеме қызметкерлеріміз, 6 сектордың тұрғындары, сонымен қатар қоғамдық кеңестің мүшелері, оның төрағасы, халық мәслихаттың депутаттары, оның төрағасы, сонымен қатар қаламыздағы мәдениет және спорт саласының қызметкерлері тартылған. Елді бірлікке тазалыққа насихаттайтын Таза Қазақстан акциясын өткізу мемлекет басшысының ресми тапсырмасы. Бұл акция тазалықты насихаттап қана қоймай, ел жұрттың басын біріктіретін рухани маңызды шара болып табылады. Енді бүгінгі күнді өздеріңіз көріп жатсыздар, бүкіл қазақ елі президентіміздің үндеуін қолдап, бәрі жерде осындай тазалық жұмыстары жүріп жатыр. Енді тазалық деген не? Тазалық деген ол егерде тұрған жерің таза болса, жүрегің таза болса, елің таза болса, сонда мәңгілік ел болатын өзі. Сол бірінші тазалықтан бастау керек. Отырған орныңды айналаң таза ұстасаң, өзіңде таза жүресің. Ұрпақты тәрбиелеу үшін ең алдымен өзімізді тәрбиелеуіміз керек. Айналаны таза ұстап, қоршаған ортаға құрметпен қарасақ, тазалыққа жаны жақын ұрпақ қалыптасатыны анық. Наргиза Төреқұл, Дархан Бақытжан, Жетет Ньюс.